Кайраlı күн, құрметті оқушылар. Сіздермен бірге жедел оқу орталығы және мен Тұран ағай. Бүгінгі сабақта біз география пәнінен жалпы наурыз облысында келіп жатқан, қатар облысына келіп жатқан сұрақтарды талдайтын боламыз. Ендеше бастайық. Барлық түлектерге сәттілік. География пәнінен 50-50 алу бәрімізге бұйырсын деген тілек айтып алдымен бастамас бұрын. Жақсы, онда бастай берейік. Алғашқы сұрағымыз: тұйық сызықтармен шектелген аудандарды белгілеу үшін қолданылатын әдіс дейді. Бұл енді картография бөлімінен алынған сұрақ. Бізде 11 сыныпта өтіледі. Картография бөлімі өте жиі кездесетін тақырыптардың бірі. Жалпы ұбт-дағы міндетті түрде бір немесе екі сұрақ осы бөлімнен алынады. Сол себепті осы бөлімде, осы теориялық бөлімде меңгерілу қажет, және де гаш деген үлкен бөлім бар, осы бөлімге кіреді балалар. Енді бұл сұрақты талдайтын болсақ, бізде тұйық сызықтармен десе, бірден полигон деген жауапты белгілейсіздер. Бізде полигон өйткені жалпы үш түрі бар оның. Полигон әдісі, нүктелік әдіс деген бар, және де осы сызықтық әдіс деп бөлінеді олар. Полигонмен біз көп жағдайда нені көрсетеміз? Ол картаның белгілі бір ауданын көрсетеміз балалар. Және қиып деген секілді ғой. Мемлекеттен аумақтары, шекаралар көбінесе осы полигон арқылы көрсетіледі. Одан кейін нүкте арқылы біз координатаны көрсетеміз. Ал сызықтық әдіспен мына жақта вариантта тұрған бізде жол, темір жол тораптары, немесе жаңағы тағы да одан бөлек кез келген бағытты көрсету үшін соның барлығын сызықтық әдіс қолданылады. Ал мына жер А және Д вариантында тұрған нүктелеу және белгілеу деген бөліктер бұл әдістер кірмейді. Нүктелеу деген жалпы масштабтан тыс белгілеу әдістері деген бар бізде. Масштабтан тыс белгілеу әдістері осы бізде нүктелеу, белгілеу және карта диаграммалау деген әдіс бар балалар. Сосын да жаттайсыздар. Карта диаграммалау. Нүктелеу әдісі арқылы атайтып тұрғандай белгілеудің түріне жатады. Белгілеудің үш түрі бар бізде: нүктелік, әріптік және де пиктограммалау дейді, немесе суреттік деп аталады. Ол бізде нүктелеу арқылы көп жағдайда біз агро өнеркәсіпті көрсеткен кезде бидай, күріш секілді өнімдердің жалпы картасында сызылған кезде қолданамыз. Осында үлкен суреттер барлығы да берілген сіздерде. Одан кейін белгілеудің екінші түрі бізде әріптік, бізде химиялық элементтерді жалпы картада қай өңірде қандай химиялық пайдалы қазба кездеседі, соның бәрін көрсету үшін көп жерде қолданып жатамыз. Одан кейінгісі бізде белгілеу әдісі. Суреттеу, пиктограммалау. Пиктограммалауды көп жағдайда біз картаның үстіне жаңағы жануардың немесе өсімдіктің табиғат зоналарын көрсеткен кезде қолданып жатамыз балалар. Осыны жаңағы жаттап аласыздар. Бір сұрақ, жүз жауап бізде полигон болады. Келесі сұраққа көше берейік. Келесі сұрақ бізде Вернадскийдің жіктеуі бойынша мұнай, әктас, көмір жататын жаңағы қандай жіктеу түріне жататындығы секілді. Бұл бізде биосфера тақырыбынан алынған сұрақ. Бізде жалпы Вернадский бір оқулықта үшке жіктеген: тірі зат, биогенді зат және биокосты зат. Тірі немесе жанды зат дегеніміз ол бізде тірі организмдер, дұрыс жауап бізде биогенді болады. Биогенді дегеніміз ол тірі, яғни жанды заттардың қалдықтарынан, немесе органикалық деп аталады. Биокосты дегеніміз бұл кезінде жансыз, яғни жерде бұрын жердің астынан пайда болған магмалық немесе сазды жыныстар бізде биокостыға жатады. Сазды минералдар, шөгінділер, шөгінді жыныстар. Сірескен зат дегеніміз бұл қаратабан оқуында берілген, егөрінде жоқ. Бұл жалпы биокос сірескен емес, өлі заттар, яғни жансыз заттарды біз сірескен деп атаймыз. Биосіреспе деген бар, ол бізде тірі және
жансыз заттардын әрекеттесуі дегенді білдіреді бұлар. Бұл жетінші сыныпта биосфера бөлімі. Айтпақшы, бұл физикалық география бөлімі, бұл сұрақта бөлімінен өте көп сұрақ алынады. 10-нан 12-ге дейінгі жалпы сұрақтар кездесуі мүмкін. Сол себепті осы бөлімдерге қатты назар аударасыздар. Келесі сұрақ бізде атмосфера бөлімінен алынған сұрақ. Бұл жалпы атмосфера құбылыстарды өлшейтін құралдарды да сіздер білу керексіздер. Мысалға алатын болсақ, гигрометр бізде вариантта тұрған, ол бізде ылғалдылықты өлшеуге арналған құрал. Ылғалдылық. Барометр, дұрыс жауап бізде барометр, қысымды өлшейтін құрал. Термометр бізде температура бар. Температура, флюгер бізде жел. Флюгер жалпы елді анықтайтын құралдарға тағы флюгерден бөлек пивот шар жатады. Пивот шар және анемометр деп аталатын құралдар бізде осы жерге қатысты құралдар болып есептелінеді. Бірақ айырмашылықтар бар. Флюгер тек қана жердің бағытын анықтай алады, тауар. Мынау қалған түрлері анемометр мен пивот шар жердің бағытын ғана анықтап қоймай, оның жылдамдығын, оның бағытын, толыққанды анықтауға мүмкіндік беретін құралдар. Жалпы негізі кездесетін құралдар осы жалпы ұбт базасында. Келесі сұрақ. Жалпы ішкі өнімнің басым бөлігін қызмет көрсету саласы құрайтын елдер тобы. Бізде бірінші назар аударатын сөз сол қызмет көрсету. Естеріңізге сақтап алыңыздар, қызмет көрсету тек қана көп жағдайда дамыған елдерде дамитын сала. Оның көрсеткіші дамыған елдерде кемінде 80-90%. Қызмет көрсету саласының мөлшері осындай көрсеткіште болу керек. Енді жеке варианттермен жүрсек, қайсы дамыған қоғамға жатуы мүмкін? Аграрлы дегеніміз әлі күнге шейін ауыл шаруашылығымен айналысатын елдерді атаймыз. Өтпелі дегеніміз жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшкен елдерді атаймыз. Нарықтық. Индустриалды дегеніміз бұл дамудың постиндустриалды кезеңге дейінгі кезең деп есептелінеді. Өндіріс, өнеркәсіп, завод, фабрика өндірісін дамытып жатқан елдерді атайсыздар. Ал дұрыс жауап бізде бұл жерде постиндустриалды қоғам немесе постиндустриалды кезең деп аталады. Бұл кезең ерекшелігі жаңадан салалар дами бастайды, робототехника, биотехнология, осындай жаңағы микроэлектроника деген секілді ғылым салалары дамиды балалар. Жақсы, ары қарай кеттік. Келесі сұрақ бізде геохроnoloгиялық кестеден. Бұл кестені сіздер өте жақсы меңгеру керексіздер. Жай ғана бізде эон, бізде екі эон бар, криптозой және фанерозой. Криптозойдың екі эрасы бар, архей және протерозой. Ең алғашқыны сұраса, архейді белгілейсіздер. Ең алғашқы деп қойын. Одан кейін протерозой. Бірақ протерозойдың ерекшелігі ол ең ұзақ болып есептеледі. Дұрыс жауап бізде осы, көрсетіп беріп қойын. Одан кейінгі фанерозой. Фанерозой бізде 3 эрасы бар. Ең алғашқысы палеозой, одан кейін мезозой және кайнозой. Осы тұрған дәуірлер екен. Бұл бізде Кембрий, Юра дегенде бұл дәуірлер, эралар емес. Кембрий бізде палеозой эрасының дәуірі. Палеозой эрасы жалпы 6 дәуірден тұрады. Ең алғашқысы жаңағы Кембрий, Ордовик, Силур, Девон, Карбон және соңғысы Пермь деп аталады. Кембрий ең алғашқысы болып есептелінеді. Юра, Бор, Триас, Юра, Бор. Бұл бізде мезозой кезеңінің эралары болып есептелінеді. Және бұл эраларды сіздер жай ғана осылай кезеңделуімен біліп қана қоймай, олардың қандай оқиғалар орын алғандығын, құстар қашан пайда болған, бір жасушалар, өткен жылы мысалы келген сұрақ, Юра тақырыбы құс. Құстардың дамуы. Одан кейін мысалға жай ғана оқиғаларды ғана емес, қатпарлықтарын да білу керексіздер. Қатпарлық дегеніміз, естеріңізге сала кетейін, бұл тау түзілу процесін атаймыз. Қай кезеңде қандай таулар пайда болған? Көбінесе әрине Қазақстан тауларын жақсы меңгеру керек.
Бірақ әлемде жетекші таулардың көп жағдайда бәрін емес, бірақ кейбірін сұрап жатыр. Жақсы, ары қарай жалғастырамыз. Келесі бізде сұрақ. Лапуата ойпатындағы субтропиктік дала зонасы. Субтропиктік дала зонасы бізде бірден көрініп тұр, ол пампа. Прерий де бізде дала. Пампа бізде оңтүстік Америкада кең таралған болатын болса, прерий ол эса деп қоямыз, солтүстік Америка. Солтүстік Американың орманды даласын біз пампа деп атаймыз, прерий деп атаймыз. Бірақ біздің дала зонамыздың басты айырмашылығы бар, ол шөптері биік әрі бітік болуында, яғни бір-біріне жабысқан және де өте биіктігі 1,5 метрге жететін өсімдікке деседі. Лианус және кампус деген бізде екі түсінік бар. Бұл бізде саванна зонасы деп аталады. Оңтүстік Америкада саванна дегеніміз ол құрғақшылық және ылғалдылық кезеңдердің айқын ажыратылатын түрін атаймыз. Яғни мысалға құрғақ та бола алатын және ылғал да бола алатын кезеңдер кездеседі бұл зонада. Оңтүстік Америкада оны бөлек атауы бар. Лианусты біз Ориноко саваннасын атаймыз. Ориноко ойпаты, Ориноко өзені маңайындағы саваннаны. Кампус дегеніміз біз Бразилия аумағындағы саваннаны атайсыздар. Гилия дегеніміз ол ылғалды экватор ормандар. Ылғалды экватор. Және Александр Гумбольдт негізін қалап кеткен болатын. Жақсы, келесі ары жалғастырамыз. Жетінші сұрақ. Патенттер саны бойынша көшбасшы ел. Патент дегеніміз не екенін түсініп кетейін, белгілі бір тауарға заңды иелік ету. Яғни кез келген заттың әлемде шығарылған оның өзінің иесі болады. Бұл өзінің заттарын секілді. Ол жайдан жай пайда болмайды, және оны белгілі бір орган немесе белгілі бір физикалық тұлға оны тіркейді. Ал сол әлемдегі шығарылған жалпы дүниелердің ішінде ең көп өз атағына тіркелген мемлекет патенттер ол бізде Израиль болады. Еврей ұлты негізгі өсіруші халық. Еврейлерден көп сұрақ келсе, діндерін сұрайды бізде. Иудаизм дін ұстайтын ұлттық дін. Израиль мемлекеті әлемдегі жаңағы ең дамыған елдердің қатарында, және де Израиль мемлекеті таяу шығыс аймағында орналасса да, Еуропа аймағына кірсе де, бірақ өздерінің экономикалық тұрғыдан, өнеркәсіп тұрғысынан және тағы да өткен жылғы сұрағына келесі тамшыландырып суару әдісі деген бар. Тамшыландырып суару әдісіне түсініп кетейін. Бұл бізде Израиль бұл қандай аймақта орналасқан? Өте ыстық құрғақ аймақ болғандықтан, субтропиктік белдеуде орналасқандықтан бұл аймақта жауын-шашын, жаңбыр өте аз жауады. Сәйкесінше азық-түлік тапшылығы тап болуы мүмкін, тамақ болмауы мүмкін деген секілді. Сол себепті бұл мемлекет суды үнемдеу технологиясын енгізген. Су өйткені бұл аймақта тапшы болғандықтан, таза ауыз су осындай технология. Яғни өсімдіктерге арнайы бүкіл суды өсімдікке суарған кезде, су мысалы біз айтамыз, огород бау-бақша суарамыз деген кезде суды көбінесе құя саламыз ғой. Бірақ бұл нәрсенің дұрыс емес екенін дәлелдейді. Өсімдікке жаппай судың баруы қажет емес, оның бәрі артық. Керекті мөлшерде тамшыландырып суару арқылы сол біз құятын сумен де және олардың тамшыланатын сумен де алынатынын реттейді. Бұл жаңағы ешқандай да айырмашылық жоқ. Соны жаңағы осындай тұрғыда дәлелдеп, және осы технологияны әлемде қолданып жатқан екен. Жақсы, келесі сұрақ. Апшерон түбегінде орналасқан мемлекет. Көбісі біле бермейді, бірақ бізде Әзербайжан түбектік мемлекетке жатады. Түбегі бар бұның.
иә азыр каспий маңайында орналасқандықтан бізде апшеron түбегі болып есептеледі. Қалғанда да түбекті елдер Түркия бізде Орта Азия түбегінде, Италия бізде Апеннин түбегінде, Сан Марино да Апеннин түбегі өйткені Сан Марино Италия аумағында орналасқанын сіздер жақсы білесіздер картадан. Италияның солтүстік шығысында орналасқан. Тағы да Апеннин түбегінде бір өлкелік бар, ол бізде Ватикан. Келесі ары қарай жалғастырайық. Тоғызыншы сұрақ. Орман алқаптарының екінші рет қысқаруы орын алған аумақ. Жалпы ормандардың қысқаруының жалпы 4 кезеңі бар. Бірінші қысқаруы бізде ежелгі дәуір, ежелгі Греция, Рим аймақтарында, екінші қысқаруын сұрап тұр бізде. Еуропада. Одан кейін үшінші қысқару деген бар бізде, бұл екінші Еуропа жаңа индустриялық кезеңде есептелінеді. Үшінші қысқару бар бізде Африка орманы және төртінші қысқару Индонезия және Бразилия ормандары. Қазіргі болып жатқан бізде ол бізде Индонезия және де Бразилия ормандарын қысқару. Біз қазір соңғы этабындамыз. Жыл өткен сайын жалпы әлемде бүкіл аймақта ормандар өкінішке орай азайып жатыр. Бұл 10-шы геоэкология. Келесі суреттегі геология құрылымының пайда болу үдерісі. Біз суретте нені көріп тұрмыз? Бізде не берілген? Бірінші қарайық. Морфо мүсін берілген және өзен аңғары дейді. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, мынау жерді қандай? Өзеннің, судың қатты үнемдеуінен жалпы өзен өзінің арнасын жасаған. Міне бұл жалпы геология құрылым қандай жалпы жолмен пайда болғандығына сұрап тұр. Енді варианттармен жұмыс жасайық. Коллизия бізде. Бұл вообще геология құрылымға қатысы жоқ. Бұл литосфералық тақталардың қандай? Екі материктік тақтаның соқтығысуы. Эндогенді дегеніміз экзо деген, иә? Эн деген ол ішкі процесс. Ішкі процесс деп жердің астынан пайда болады құбылыстар, тау түзілу, жер сілкінісі. Айта берсек көп өте. Бірақ негізі логика түсіну керексіздер. Жердің астында магматизм, метаморфизм, жердің астынан шығатын ішкі құрылысымен байланысты дүниелер. Ал бізде дұрыс жауап бізде экзогенді болады. Өйткені бізде қандай? Жерді судың шайуы. Су қайдан пайда болады? Ол су мұздықтардан пайда болады. Мұздық пен бізде сыртқы экзоген үлгісінде екі түр бар. Біріншісі мұздық, екіншісі төгілу болады. Антропоген деген атап тұрған адам әрекетінен. Бұны адам жасамағандығы көріп тұр, иә. Бірақ адам жасайтын нысандар бар. Соның өзі бөлінеді, техногендік деген бар. Катакомба қазу, карьер жасау деген бар, иә. Ол қалпына келтіру де бар бізде. Келесі. Атмосфера бөлімінің тағы да бір сұрақ. Келесі. Тропосфераның жоғары шекарасында 50-55 километрге дейін жететін атмосфера қабаты. Енді бізде атмосфераның 5 қабаты бар. Төменгі қабат бізде тропосфера. Тропосфера бізде қандай? Оның қалыңдықтарында жеке сұрайды. 8-9 километр поляр аймақтарында, 10-12 километр қоңыр жиынтықтерде, ең үлкен 16-18 бізде экваторлық аймақтардан құрайды. Тропосфераның ауа ғой тропосфера деген, соның жерді қоршап тұрған үлесін сұрап тұр. Экваторда қалың болады, өйткені экваторда күн энергиясы өте көп түскендіктен, күн энергиясының қыздыруынан. Одан кейін бізде қабат стратосфера, тропосфера туралы айтып кетейін тағы да, бұл біз тұрып жатқан қабат деп келеді. Ауа райы түзілетін, атмосфера құбылыстар, жауын-шашын, сол себепті оны ауа райын асүй деп те атап жатамыз. Одан кейін қабат стратосфера. Стратосфера бізде 20-22-ден көп жағдайда, осы 50-55-ге жетеміз. Біз жоқ осы стратосфера болады. Сұраққа назар аударыңыздар, 50-55-ге дейін деген бар.
еще тропосфераның жоғарғы бөлігінде деген. Стратосфераның да өзінің ерекшелігі бар. Қандай? Ауа, су өте аз, иә, ауаның мөлшері. Ой, су 20%, ауаның мөлшері өте аз. Яғни озон қабаты кездеседі осы қабат. Озон қабат. Одан 50-55-тен 80-ге шейін бізде мезосфера бар. Мезосфера бізде жер шарындағы ең төменгі температура осы жерде мезосфера, -75, -90 градусқа дейін жететін, және бұл жерде күміс тәріздес бұлттар пайда болады, қабат деп келеді. Одан кейін термосфера 80-нен 800-ге шейін. Ең соңғы қабат, шаршаңды қабат бізде экзосфера, иондарға тарайтын деген ионосфера, шаршаңды қабат, жердің тәжі деп келеді бізде экзосфера. 5 қабат бар сонда бізде атмосферада. Келесі сұрақ. Қазақстан аумағында христиан дінінің католик ағымын ұстанатын ұлт. Қазақстан аумағында христиан дінінің католик ағымын ұстанатын ұлт есебінде біз енді варианттармен талдайық. Әзербайжан бізде ол бірден кетіп қалады тізімнен, өйткені бар ислам дінін ұстанады. Бірақ исламның екі ағымы бөлінеді, шиит және суннит. Осының ішіндегі шиит ағымын ұстанып қалады әзербайжандықтар. Армяндар бізде өздері жатады. Армян, Үнді Еуропа армяндардың армян тіл тобы. Ой, тіл тобын шатасып кетті, кешірім сұраймын. Şu бізде дін сұрап тұр екен. Армяндар өздері христиан діні. Кейбірі православ, кейбірі өзіндік дін деп есептейді өздерін. Христиан дінінің ежелгі тармағы деген дін бар, соны ұстанады. Корейлер. Корейлер тоже христиан дінін ұстанады бар. Бірақ православ. Және поляктар. Бізде дұрыс. Қазақстан аумағында католик ағымын ұстанатын поляк, чех, осы ұлттар болып есептеледі. Келесі сұрақ. Жалғастырамыз. Балтық теңізі жағалауындағы өтпелі экономикалық мемлекет. Енді бізде негізі сұрақтардың түсінсеңіздер, сұрақты түсінетін бала сұрақтың 80%-ына жауап беріп тұр деген сөз ғой. Біліп тұр деген сөз ғой. Сұрақтың өзіне көрініп тұр. Балтық теңізі деген. Карта білетін бала бұдан қиналмайды. Балтық теңізі жағалауында қандай елдер бар? Бұл бала түсінеді. Үш елді басында біз Латвия, Литва және Эстонияны атап жатамыз. Эстония. Одан бөлек бар жақ. Польша бар, Германия бар, Балтық Ресей бар мына жағынан. Бірақ Швеция бар, бірақ ол не суть. Бізге керек қандай өтпелі экономикалық. Өтпелі экономика бағана бір нұсқада талдадық сұрақта, жоспараудан нарықтыққа көшкен болу керек. Ал өтпелі экономика аймақтары бізде в основном екі аймақ қой. Ол Шығыс Еуропа, бұрынғы социалистік елдер деп аталады, Югославия елдері, Румыния, Хорватия. Екінші ТМД қазіргі КСР-ның құрамында болған елдер барлығы да кеңінен жазайыншы КСР деп. 15 мемлекет. КСР-ның құрамында қандай 15 мемлекет болғанын тоже жатқа білу керексіздер. Міне осылардың біреуі болу керек. Румынияны қарайық. Румыния бізде мүлдем Балтық теңізімен байланысы жоқ, сіз білеміз. Латвия келіп тұр біздің барлық критериімізге. Белоруссия келмейді, өйткені ол мұхитқа шыға алмайды мүлдем. Грузияда барлық критерий келеді өтпеліге, бірақ Балтық теңізінде емес. Осылайша әр жауапты талдау арқылы дұрыс жауапты оңай таба аласыз. Екі критерийға сай келіп тұр. Келесі сұрақ. Экспансияның 7 заңдылығын көрсеткен. Геосаясат тақырыбында өтеміз. Экспансия дегеніміз ол басқа бір мемлекетке күш көрсету. Енді онда формулалар бар. Ең ежелден келе жатқан формасы бұл соғыс, біреуді басып алу, жерін тартып алу деген секілді. Қазіргі формасы ол ақпарат деген түрі бар. Ақпаратты экспансия жасалынады, яғни бұлардың жалпы ақпарат
үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп жатыр. Өздерінің телевидение бар, канал, интернет ресурстарын пайдаланамыз. Бір шоп бізде Сорокин болады, Константин Сорокин деген. Рудольф Челин бізде. Сол бізде геосаясат терминін енгізген. Хелфорд Джон Маккиндер. Бұл бізде сондай геоэкономикалық маман. Жерді үшке жіктеген, иә. Орталық, Хартленд, ішкі жартылай, сыртқы жартылай деген. Онда өтесіздер. Фридрих Рацев. Мәдени зона және географиялық кеңістік деген ұғымдарды енгізген. Тоже Рацев. Саяси география тақырыбында тоже өтеді. Рацевтың тағы да ерекшелігі ол осы тоже жер шарындағы елдердің орналасуының бөліп, жіктеп, оларға талдау жасап кеткен адам. Келесі, дүние жүзіндегі ең терең үңгір орналасқан аймақ дейді. Дүние жүзінде ең терең үңгір бізде шатастырмаңыздар. Бізде үңгірдің жаппай екі формасымен келеді. Біреу ең терең, екіншісі ең ұзынды сұрайды. Ең ұзын бізде Апалач тауындағы қандай? Флинт Маунт. Ұзындығы қанша? 500 бірдеме, иә. Ал ең терең үңгір 2000 метр тереңдіктегі ол Кавказ тауындағы Трубери Ворония. Бір шоқта бұл. Келесі ағара кеттік. ТМО-ның құрамындағы роман тілдес ұлт. Қазір ТМО-ның құрамында бізде 10 мемлекет бар, иә. 11-ді. Чанап шығайықшы. КСР құрамында 3 ел алып тастайсыздар. Латвия, Литва, Эстония. Грузия жоқ, Украина жоқ. 2014-де Украина жоқ. Грузия, Қазақстан, өзімізден болса, Қазақстан, Ресей, Молдова. Сосын стандар өзінің астында Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан, Әзербайжан, Армения және Беларусь. Басында вообще 12 болған. Грузия шығып кеткен. 93-те кіреді, кейін 2008 ба 2009-да Ресеймен соғыс нәтижесінде бөлініп кеткен болды. Бізге тіл керек қой, роман керек. Молдаван болды, дұрыстап көрініп тұр. Орыстар бізде славян, грузиндар бізде бөлек тіл тобы, иә. Кавказ тілдер семьясы, соның ішінде, иә, грузин тіл тобында сөйлейді. Румындар бізде тоже Молдаванға, романға кіреді екен ғой. Бірақ олар ТМО-ның құрамында ешқашан болмаған. Келесі, әскери өндірісті күнделікті адам тұрмысына қажетті өнімдер жасауға көшіру термин екен. Яғни бір-біріне қарсы жүретін ұғымдар бар. Конверсия, шоп конверсия болады. Яғни соғыс болмаған кездері бар. Мемлекеттер өзінің әскери өндірістерін, мысалы, әскери оқ шығаратын зауытты күнделікті басқа бір, мысалы, магазин ашуға, басқа бір нәрсеге пайдалануға беретін жағдайда бізде конверсия болады. Ал керісінше күнделікті өмірден әскери өмірге ауыстыру немесе енгізу бізде ол милитаризм деп аталады. Әскерге көп ақша бөлу, көбірек оқ, қару-жарақ, танкі шығару деген секілді. Экспансия ғана айттық, мобилизация деген ұлтқа, халыққа қатысты термин, ол соғыс жағдайындағы ұлттарды қандай қарапайым халықты қандай соғысқа алып кету термин, мобилизация. Келесі сұрақ бізде жан басына шаққандағы экологиялық ізі бар аралдық мемлекет. Мына ішінде барлығы да жан басына шаққанда экологиялық ізі бар. Өмір сүріп өтесіздер, бірақ аралдық іздеуіміз керек.
Катар бізде түбек, Біріккен Араб Әмірлігі бізде түбек, Бішоп бізде Ирландия. Бельгияда жатыр, бірақ Бельгия арал емес. Келесі сұрақ өте оңай сұрақ. Келесі жердің сортаңдануының басты себебін сұрап жатыр екен. Сортаңдану дегеніміз не екенін түсіндіріп жіберейін. Бізде судың құрамында тұз мөлшерінің көбеюі дейміз. Тұз мөлшерінің көбеюі. Енді қарайық. Күн радиация мөлшері бізге тұзға алып келе ме? Жоқ. Радиоактивті заттардың әсері химикат, анау мынау, иә, оның да әсері жоқ. Және аса көп мөлшерде топырақтың ылғалдануына. Яғни топыраққа су өте көп болған кезде, бір жағынан су керек деп айтамыз топыраққа, бірақ аса көп мөлшерде су пайдаланатын болса, бізде бұл жердің сортаңдануына алып келеді. Жер эрозиясы ешқандай да сортаңдануға әсері жоқ. Келесі сұрақ. Африкада орналасқан Виктория сарқырамасы орналасқан өзен. Енді бізге Африкада орналасқанын табуымыз керек. Бізде Африкада орналасқан екі нысан бар екен. Өйткені Ниагара ол солтүстік Америкада, ақш пен Канаданың шекарасындағы Ниагара өзенінде орналасқан сарқырама, иә. Замбези деген сарқырама, өзен керек қой бізге. Бәрі өзендер. Замбези дұрыс жауапқа келеді. Дұрыс жауап Замбези болады. Конго ол келмейді. Бізге өткені Виктория бізде карта білетін бола Африканың, иә, Африканың картасын білетін бола, Викторияның мына жерде тұрғанын біледі. Иә? Замбези өзені как раз осылай ағып жатыр. Және сарқырамасы керек бізге осы жақта. Ал Конго мына жағында ағатын өзен. Батыс жағында. Замбези шығыс жағында. Виктория сарқырамасы бізде шығыс жағында. Ориноко деген ол вообще оңтүстік Америкада. Вообще келмейді. Осылайша табуға болады. Келесі сұрақ. Қазақстандағы ең үлкен ішкі құйық алапқа құятын өзен дейді. Алаптарды талдайық. Бізде 4 алап бар. Тұйық деп есеп. Тұйық деген сөз мағынасы мұхитқа шыға алмайды деген сөз. Жазып кетейін. Мұхитқа шыға алмайды. Жайық өзені түсінікті бұл. Қазақстан батысында. Енді үлкен алап деген мынау бар. Көп өзен келіп құяды деген сөз. Көлдің үлкен сұрақтан жоқ. Қандай көлге өте көп өзен келіп құяды деген сөз. Біз әрине үшінші алап, ең үлкенді көріп түсті. Үшінші алап бізде Арал теңізі. Енді бізге Арал теңізіне келіп құятын өзен анықтауымыз керек. Жайық өзені Каспий алабы, міне. Ол болмайды. Ертіс өзені бізде міне Қазақстан шығысымен бойына ағатын өзен. Ол бірінші алап. Бірінші алапты айтып ұмытып кеттім. Бірінші алап ол бізде мұхитқа шыға алатын 3 өзен бар. Ертіс, Есіл және Тобыл. 3 өзен. Және Көксу, бұл Жетісудың өзені. Көксу, Қаратау, Ақсу, Лепсі, Қаратау, Іле, өзендері бізде Жетісу өзенінде жатыр. Және дұрыс жауап бізде Сарысу өзені бұл. Сарысу өзені. Ең үлкен ішкі тұйыққа құятын өзен. Байқасаңыздар, 18 сұрақтан бастап сұрақтар күрделі бар. Кішкене ойланып жатырмыз, иә. Өйткені ол Б деңгейі сұрақтары. Бізде 18 сұраққа шейін ООТ-да А деңгейі сұрақтар, одан сіздер қате жібермеу керексіздер. Қате болса, бірақ осы бөлімден жіберуге болады, бірақ ана сұрақтар емес. Келесі Франция мемлекетіндегі аймақтық саясатты құру тәсілі. Иә? Бұны 11 сыныпта өтесіздер геоэкономикада. Әлеуметтік қолдау бізде бұл көбінесе Скандинав елдеріне тән. Теңестіру саясаты. Бұл бізде Германиядағы саясат. Дұрыс жауап бізде С жағында тұр. Өсу полисизм теориясы деп аталады. Аймақта диверсификация, бізде әр тараптандыру деген бар, ондай термин жоқ, жалпы осы бөлімге қатысты. Енді түсіндіріп кетейін. Теңестіру саясат Германияда. Теңестіру дегеніміз бұл бізде
Германия үнемі қандай қадамдар жасайды? Бай адамдардың ақшасын алып кедейлерге, төменгі табы өкілдеріне үнемі бөліп отырады, беріп отырады. Өйткені жаңағы олар тең қоғамды қалыптастырғысы келеді. Олар адамдарға, бай адамдарға яғни көбірек салықты көбейтуі мүмкін, иә, немесе белгілі бір ақшаны жаңағы қазынаға құюға міндеттейді. Сәйкесінше төмен топ өкілдеріне көмек есебінде сол ақша бөлінеді. Ал өсу пулсы теориясы дегеніміз ол Францияда қолданып келе жатыр. Енді перспективасы жоғары, немесе ресурсқа бай аймақтарға көбірек ақша қаражат құяды. Ол жаққа адамдарды көптеп орналастырады, көптеп ақша құяды мемлекет тарапынан, и сондайларды көбейтіп мақсатын көздейді. Келесі, ғылыми технологияның даму арқылы табиғатқа тиетін қауіп қатердің алдын алу. Табиғатқа тиетін қауіп қатердің алдын алу дейді. Енді бұл заманауи факторден бірден келіспейді, өйткені бізде бұл ғылыми технология өнеркәсіпті орналастырудың үш тәсілі бар бізде. Заманауи, байырғы және эгж деген, иә. Заманауиға бізде экология және де ғылым жатады. Бұл вообще басқа нәрсе. Дұрыс жауап бізде тиімділік қағидаты. Яғни біз табиғатқа қауіп қатердің алдын алу үшін қандай тиімділік жағын қарастыруымыз қажет. Ол жақсы болу қажет бізге. Ол ешқандай зиян келтірмеу керек басқа салаға. Бәсекеге қабілеттілік деген ол бізде экономикалық және экология саясат онда келмейді. Келесі, индустрияландыруға дейінгі кезеңде дамыған экономиканың саласы. Енді индустриядан дейінгі бағана аграр ғой. Аграрда не дамиды бізде? Егін шаруашылығы. Металлургия бізде индустрияландыру, туризм бізде бағана постиндустриалды, индустриалды. Машина жасау тоже индустриалды. Келесі, Балқаш көлінің оңтүстік бөлігін алып жатқан құмдар дейді. Балқаш көлі бізде осылай бөлініп жатты ғой, ортасы мына жағы тұщы, мына жағы ащы деп есептейік. Үлкен борсық дейді. Үлкен борсық вообще Балқашқа түсіп, ол бізде аралда, иә. Үлкен және кіші борсық құмдар деген бар. Тұралмай плата, Сырдария өзені бөлінген кезде солтүстік бөлігінде осы екі құмдар алып жатыр. Үлкен және кіші борсық құмдар. Сары есік Атырау. Бізде осы жерде орналасқан. Дұрыс жауап осы болады, айтпақшы. Сары есік Атырау. Балалар бірден вариантты көрген кезде Атырау деген сөзді естиді де, көреді де, ой, бұл қатысы жоқ, дұрыс емес, бұл батыста деп ойлайды да, сол жақтың белгісі. Жоқ, Сары есік Атырау деген құм бізде оңтүстік шығыста орналасқан. Бетпақ ол бізде мына жақта батысында, Шу іле таулары. Мынаның барлығы Шу іле таулары деп аталады. Бірақ бұл өзі құм емес қой, шөл емес қой, бізге құм сұраған. Шу іле таулары тоже Балқаштың оңтүстігінде жататын сағашты. Түсінікті талдадым деп ойлаймын, ары қарай жалғастырайық. Келесі мәтіндік сұрақтар негізі бұл. Осы Қамқор облысына келген сұрақ ол Арал теңізі туралы контекст. Арал теңізінің экологиялық шиеленіс деңгейі. Ол бізде апатты болады. Апатты деңгейде 4 нысан бар ғой бізде. Кенді Алтай, Семей ядролық полигоны, осы Каспийдің солтүстік жағы мұнай өндірілетін аймақтар, Каспийдің солтүстігі және осы Арал. Келесі сұрақ. Арал теңізі орналасқан табиғат зонасы дейді. Арал теңізі бізде қандай? Шөл зонасында орналасқан. Енді шөлді аймақ қой. Соғандар енді талдау демейді. Арал теңізі арқылы Қазақстанмен шектесетін ел. Әрине Өзбекстан, иә бізде. Арал теңізі былай ғой. Қазақстан шекарасы. Соның ішінде бізде Қырғызстан, байына созып жатқан мемлекеттер Өзбекстан. Түркменстан арада қалды. Қытай вообще жаппай Ресей. Келесі, Арал теңізінің экологиялық зардабының демографияға әсері дейді. Демографияға, халық санына қандай әсері бар? Санитар-эпидемиологиялық жағдайдың нашарлауы дейді. Ол мүмкін әсер еткен шығар, денсаулыққа, бірақ демографияға емес. Әкімшілік аумақтың құрылымдығы тазалық деген сөз ғой. Тазалық емес қой бұл жердегі. Әкімшілік аумақ құрылымында келеңсіздіктер тимейді. Зоологиялық биоалуантүрліктің азаюы дейді. Бізде мүмкін мынандай мәселе туындаған шығар, бірақ демография деген адам ғой бұлар.
адамға сыйынып керек. Сонда бізде не болады? Ана мен бала өлімі жоғары. Туберкулез ауруы, ана мен бала өлімі жоғарылап кеткен Қызылорда облысында Аралдың осы тартуы. Және контекстің соңғы сұрағы Арал аумағына байланысты салыстыру берілетін әдіс түрі. Арал аумағын біз тарихи формада салыстыра алмаймыз. Біз мындай диахронды әдіс пайдаланамыз. Диахронды, синхронды. Бұл екі әдістің атауы диахронда әртүрлі уақыт кезең. Өйткені біз ол Арал теңізі қазір тартылып жатқан жоқ, ол бұрындары мәселеден қазір осында тартылып отыр. Екі кезеңді салыстыруымыз қажет. Ал бұл екі түрлі кезең. Ал синхрон дегеніміз бір кезең ғана. Дәл қазір мысалы болса бұл мәселе, немесе бұрындары болды ғой су, қазір жоқ. Ол бұрын болып қазір сол сақталып тұрса, онда ол салыстыру әдісі емес. Қолданып жатқан жоқпыз. Баламалау дегеніміз басқа бір нысанға ұқсатып салыстыратын әдіс. Бұл жерде ондай мәселе қозғалмайды. Келесі сұрақ. Сәйкестендіру сұрақтары. Экономикалық модельдерді елдермен сәйкестендіріңіз. Либералды модель. Либералды модель ақш болады, әлеуметтік бағдарланған бізде Швеция болады. Жапония бізде өзіндік моделі бар, иерархиялық модель деп аталады. Оны геоэкономика тақырыбында өтесіздер. Өте маңызды тақырыптар. Швеция, Польша бізде ондай модель, Франция, Германия, германдық модель деген бар. Бұл тоже осы жаңағы бағана айттық, ақшаны бөліп беру деген секілді, байларға көмектесу деген секілді не болады. Келесі сұрақ. Халықтың жастық құрамының типтерін сәйкестендіріңіз дейді. Негізі үш тип бар. Алға басушы, тұрақты, кері. Тұрақсыз деген тип жоқ бізде. Үшеуін сонда жұмыс жасайсыздар, осы үшеуін. Балалар мен егде адамдар санының тепе теңдігі. Тепе теңдік дегеннен сіздер түсіне берсеңіздер, екеуі де тең. Бала да тең, жаңағы үлкен жастағы адамдар. Ол бізде тұрақты тип. Яғни одан кейін халықтың жалпы санында балалардың үлесі жоғары болуы. Бұл бізде алға басушы тип. Алға басушы дегеніміз жаңағы балалар көп болса, ойын перспективасы жоғары деген сөз ғой. Мысалы, Мали деген мемлекет бар. 50%, 100%, 50% балалар бар. Болашақта жалпы бұл елде демография тез қарқынмен өседі деген сөз ғой. Ал егде адамдар көп болса, кері кетуші болады. Өйткені ол жерде халық саны азаяды. Келесі сұрақ. Атмосфералық қабаттан ерекшеліктермен сәйкестендіріңіз. Енді бұл оңай сұрақ, бағана талдап тастағанбыз бұны. Күміс тәріз бұлттар мезосфера, ауа райына сүй бізде тропосфера болады. Осының белгісі бас. Бұл да оңай екі бал. Бұл бірақ Қаңтар облысына келген жоқ, нағыз өткен жылғы нағыз облыс сұрағы. Келесі, дамушы елдердің топтарын сәйкестендіріңіз. Плантациялық шаруашылық бізде Гана болады, жалға пәтер беруші Кипр болады. Плантациялық шаруашылық елдер көбінесе орталық Америкада. Куба, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика. Сосын Африкада екі елді ұмытпаңыздаршы, Гана мен Кот д'Ивуар деген екі ел бар. Осы екеуі жаңағы неге жатады? Плантациялық шаруашылық елдеріне жатады. Одан кейін не бар? Шри-Ланка бар. Үндістан оңтүстік шығысындағы. Ал жалға пәтер беруші елдер ол бізде Мальта, Кипр, Бахрейн, Либерия бар жаңағы жататын. И орталық Америкада Панама мемлекеті де осы жалға пәтер беруші елдердің қатарына жатады. Бәрін жазып беруші, бірақ онысын геоэкономикада қарай жатарсыздар, немесе тыңдап өзіңізге конспект көп жазып алып жатарсыздар. Мұнда жазу енді көп елдер. Келесі, соңғы сұрақ сәйкестендіру. Христиан дінінің тармақтарын елдермен сәйкестендіріңіз деген сұрақ. Ол да оңай сұрақ. Католиктер бізде кімдер мына жерде? Мен көттім, Бразилияны көттім, православтардан Украиналық. Қытайлықтар енді христиан дінін ұстанады, бірақ қазір дінге қысым көрсетіп жатыр Қытайда. Керісінше Қытайда бірақ өзіндік діндері бар, ұлттық діндері. Конфуцизм және де даосизм дегендер бар. Индонезия бізде ислам дінін ұстанады. Әлемдегі ең
ірі ислам елі бұл Индонезия. Жақсы, ары кеттік. Францияның ескі өнеркәсіпті аудандары. Так, Тюрингия деген бізде аймақ бар, бірақ бізде экономика қатысы жоқ. Ранстад бұл мындай бар, ескі дамыған елдердің топтары ғой бұл. Ранстад дамыған, соның ішіндегі ең дамыған аймағы. Гренландия жаңадан игеріліп жатқан аймаққа жатады. Жаңадан игеріліп жатқан. Эльзас дұрыс жауап бізде. Ланкашир тоже ескі, бірақ ол Британиянікі бұл. Шатастырмаңыз. Батыс Мидленд деген дамыған аймағы. Ланкашир, иә, осы енді қалып жатқан. Және Лотарингия. Дұрыс жауап. Эльзас бұрынғы Францияның негізгі көмір өндіретін аймақтар ғой бұл. Келесі. Онтарио көліндегі алтын таға тізбегінің ірі қалалары. Онтарио дегеніміз жаңағы округтер жүйесі ғой. Округтер жүйесіндегі алтын таға дейміз, экономикалық тұрғыда осы қалалар тізбек құрап, мықты жалпы өнеркәсіптік нені құрайтын қалалар деген сөз. Нью-Йорк, Вашингтон, Оттава. Олар емес, мынау Торонто, Гамильтон және Кобург. Осы үшеуін жаттап алыңыздар. Келесі. Мыс өңдейтін зауыттар орналасқан қалалар Қазақстандағы. Атырауда бізде не бар бізде? Полистирол және де полиэтилен өндіретін. Пакеттіктер ғой. Және де мұнай өңдейтін зауыттар. Жезқазған мыс дұрыс жауап. Қарағанды. Қарағандыда синтетикалық каучук бар бізде және көмір бұл Қазақстандағы негізгі. Енді дұрыс жауап. Ой, Таразы бояу чуть-чуть қалды. Таразда суперфосфат зауыты бар. Химия өнеркәсібінің орталығы Қазақстанда ол Тараз қаласы бар. Балқаш дұрыс жауап. Павлодар бізде алюминий зауыты бар. Ең алғашқы кластерге аймақ. Бүкіл зауыттардың шикізаттарын бәрі осы Павлодарға алып келген мықты өнеркәсіптік қала. 6 зауыт бар аумағы. Келесі, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына мүше мемлекеттер. ОДКБ. Түсініп беретін болсақ, әскери ұйым ғой. ақш бізде НАТО-да келді әскери ұйымдардың ішінде мына қарсы негізі ұйым ғой тоже. Өзбекстан ОДКБ-ның құрамында болған, бірақ шығып кеткен 2003 жыл ма? Болмайды. Қырғызстан дұрыс жауап. Үндістан Шанхай ынтымақтастық ұйымында. Және БРИКС ұйымында. Қытай тоже мына екі ұйым ішінде де бар Қытай. Ресей дұрыс жауап. Жалпы ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымында Қырғызстан, Ресей, Армения, Қазақстан бар. Белоруссия бар. Осы аталған елдер ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымында бар екенбіз. Және бүгінгі күн нұсқа талдаудың соңғы сұрағы созылыңқы пішіндегі түбектік мемлекеттер. Так, созылыңқы пішіндегі дегеніміз картадағы орналасқан пішіні созылған деген сөз ғой. Үндістан түбектік елі болмайды. Чили дұрыс жауап, бірақ ол түбектік па? Жоқ. Швеция созылыңқы дұрыс жауап. Және түбектік қой өткен ол. Скандинавия түбегінде орналасқан. Того бізде дұрыс жауап. Ой, дұрыс емес па? Того бізде жатады бар созылыңқыға, бірақ та бұл не емес, түбек емес. Гамбия тоже жатады, бірақ түбек емес. Дұрыс жауап бізде Норвегия. Тоже Скандинавия түбегінде. Скандинавия түбегінде. Жалпы осы сұрақтардың барлығы ұбт-да кездескен немесе кездесуі мүмкін деген сұрақтар наурыз ұбт-сында, қаңтар ұбт-сында немесе жаңағы нағыз ұбт сұрағында кездесіп қалуы әбден мүмкін. Сіздермен бірге болған мен Тұран ағай, барлықтарыңызға наурыз ұбт-сында немесе алда келе жатқан нағыз ұбт-да тек қана сәттілік, 50-ден 50 балл алғаныңызды шын жүректен тілеймін.